Бүгінгі біздің пациентіміз жас қыз. Иә. 99 жылғы 24-те. Сол жақ ұйқы артериясында тамыр кеңейіп кетіп, бұл жерде аневризма деген дүние түзілген. Ол аневризма формасы дұрыс болмағандықтан операция жасауға показания бар да, өйткені ол дүние енді қыз жас. Әдетте олар әйел кісі болғаннан кейін Қазақстанда шамамен осы жасқа жеткен кезде күйеуге тиемін деп шығады ғой. Иә. Күйеуге тигеннен кейін ол міндетті түрде бала таппаса болмайды да. Иә. Сондықтан случайно күйеуге тиіп аяғы ауыр болып көтеретін болса, оны гинекологтар бала табуға болмайды деп баланы алдырып тастауы мүмкін да. Так, все-таки 3D салу керек. Мида болып тұрма сонда? Иә, мидың түбінде тамыр сүйектен кіреді да, мидың ішіне кірген кезде көздің артериясы шығатын жер бар. Иә. Солдың көздің артериясы шығып жатқан жерде жаңағы аневризма түзіліп тұр ғой. Ол миға қан кетудің 85% субарахноидальный кровоизлияние деген болады, соның 85% осы аневризма себебінен болады ғой. Бұндай жастарда жиі кездесе ме сонда? Қазақстанда? Жас қыздарда мысалға? Жоқ, ол әйел кісілерде жиі кездеседі, еркектерге қарағанда. Әрине оның осындай жас уақытта кездесу генетикалық ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін, өйткені қыз жас қой. Иә. Ал егер үлкен кісілерде болатын болса, ол көбінесе қан қысымы жоғарылаған кезде темекі шегетін адамдарда жиі кездеседі. Темекі шегу сол аневризмаға алып келетін факторлардың бірі болып табылады. Сосын енді жас ұлғайған сайын адам аурушаң келеді ғой. Сол сияқты тамырлар тозады, сол тозған кезде осындай аневризмалар түзіліп жатады. Тағы бір себебі, әрине туысқандарында да кездесуі мүмкін да, аневризма. Сіз қазір сонда эндоваскулярлық тамыршылық жолмен жасаймыз, өйткені бұл жерде орналасқан аневризмалардың ерекшелігі бар. Олар көз артериясы шығады, ол бір. Екіншісі ол орналасқан жердің қайсыз, егер оған екінші жол бар операцияның, открытый операция, ашық операция деп атайды. Ашық операция жасаған кезде мидың негізіндегі сүйектердің көбісін ашу керек, оны дриллинг дейді. Арнайы дрелмен сүйектердің бәрін кесіп алады. Сосын ол жас қыз ғой. Ертең тағдырына әсер ету мүмкін. Тойға барған кезде бет қисық болып жатса, күле алмайды, көп адам жиналған жерге бара алмайды. Сондықтан сондай бір ерекшеліктер бар. Сосын енді күйеуге тиетін кезде де бет қисық екенде кейде алмай қоюы мүмкін. Тағдыры өзгеріп кетуі мүмкін қыздың. Сондықтан әрине мүмкін болса тамыр ішімен жасалатын операция дұрыс қой. Сонда бұл диагнозды клиникалық белгісі ерте бастан белгілі бола ма? Бұл кісі бас ауырған. Исламбек Қамбар нақтысын айтып алады, лечащий врачы. Әдетте бас ауырған кезде басының сақинасы бар деп ойлайды ғой. Сондықтан барады да МРТ түсіреді. МРТ түсірген кезде осы тамырында жаңа кеңейіп тұрған аневризманы анықталған. Такие внутренний сон диаметр бір шамасы. Бұндай операциялар әдетте қанша уақытқа созылады? Бұйырса бітеді әйтеуір. Құдай қаласа.
Орта есеппен енді біз енді бастап жүрген кезде 2008 жылы 2008-2009-да өзіміз жасап бастадық қой. Осы Астанада центр нейрохирургияда жұмыс істеген мен сол кезде. Иә. Сол кезде операция 5-6 сағатқа созылатын. Енді қазіргі таңда жарты сағат пен 1,5 сағаттың арасында бұйырса бітіп жатыр. Енді әр науқастың маңдайына жазып қойған нәрсесі бар, өйткені біз бәлен түген дегенмен бұйырған уақытында бітеді ғой операция. Операция жасап жатқанда не ойлайсыз көбіне? Мен ба? Ешнәрсе ойламаймын. Фокусыңыз тек қана сол, иә? Иә. Өйткені қазір барлық жауапкершілік осы науқастың тағдыры ғой. Үйде кредитім жабылмаса да бірінші кезекте осы науқасты ойлау керекпін. Қалған проблемалар кейін шешіле жатады. Сәлем достар, Болашақ жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз болашақтың түлегі, президент іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының директорының хирургия жөніндегі орынбасары, жоғары санатты нейрохирург Бердіғожаев Мыңжылқы Сайлаулы. Мыңжылқы, көп рахмет сізге. Операцияға қатыстырдыңыз бізді, түсірдіңіз, кіргіздіңіз. Енді сұхбатқа да осындай қауырт жұмыстың арасында мүмкіндік беріп отырсыз. Мен надан бастағым кеп тұр сұрақты. Жалпы тек қана осы өзіңіз жұмыс істейтін ауруханада емес, бұдан бөлек дос жараныңыз болуы мүмкін. Басқа да бір адамдардың тілегімен, сұранысымен дейік. Мысалға, Жансая Көпбаева деген менің досым бар, өзіңіз жақсы білесіз. Досым көмектесші деп өзінің басына бір жағдай түскен кезде, бір ауыз сөзімді қалдырмай Мыңжылқы келіп маған ота жасады деп еді. Бұндай жағдайлар көп бола ма сізде, басқа ауруханаларға барып ота жасау деген? Иә, ол жүйелі түрде. Ертең Құдай қаласа Алматы қаласында бірнеше операциям бар, соған жол жүріп барамын. Өткен аптаның аяғында Қызылорда қаласына барып, таңертең барып кешке дейін бір 8 операция жасап шықтым. Оның ішінде де сол науқас кісілердің өтініші болды. Айына бір рет Өзбекстанда, Ташкенттегі коллегаларымның өтініші бойынша операция жасап тұрам. Кейде бір науқас үшін шақырады, кейде 15 науқасқа шақырады. Сонымен қатар Қазақстанның түкпір-түкпірінде қай жерде ангиография құрылғысы бар, сол жерде егер науқас түсіп қалса, соған барып операция жасап беруге мүмкіндіктер бар. Ангиография құрылғысы дедіңіз, аппарат. Бұл адамның басын теспей, рентгеннің көмегімен қадағалап отырып, тамырдың ішімен кіріп, шаптағы тамыр, болмаса қолда тамыр бар, содан кіріп, адам сезбей де қалады. Көп кісілер, енді инсульт көтерген кісілер көп қой, олар түсінбейді. Маған не болды, алып кетті, алып келді, ешқай жерін кескен жоқ деп, кейде сондай нәрсе айтып жатады. Осы бір әдісті, басын сүйегін теспей дейміз ғой, Қазақстанға бір ерекше бір әдісін енгізген дәрігер ретінде сізді білеміз. Бұл әдіспен операция жасау өзі былайғы операциялардан қарағанда кішкене жылдамырақ өтеді, Иә, жылдам өтеді. Жаңа өздеріңіз көрген операция әр кетсе бір 40 минутта біз аяқтадық. Қан тамырының ішіне арнайы стенд қойдық, аневризманың ішін арнайы спиральдармен толтырдық. Ол материал платина, титан, никельден жасалған. Магниттік томография жасай беруге болады кейін тексеріске. Және ерекшелігі, егер дәл осы операцияны басты ашып жасайтын болса, ол жерде тері кесіледі, сүйектерін қатты ашу керек. Сағаттап жасалады. Кем дегенде 4 сағаттан 12-14 сағатқа дейін уақыт алады. Және ол операция біткеннен кейін науқас қалай оянады, ол жерде өте үлкен күрделі анестезия беріледі. Ол жара шамамен бір апта 10 күн жазылады. Ол науқас ауруханада жату керек ол кезде.
Ал бұл жерде ерекшелігі операциядан кейін құдай қаласа 1-2 сағаттың ішінде науқас наркоз тарқағаннан кейін оянады, одан кейін палатасына ауысады. Ертең құдай қаласа бәрі жақсы болатын болса, аяғындағы операция үшін кірген жерді бекітесіздер ме? Тану қойып қояды повязка. Сол повязканы алып тастағаннан кейін науқас адамға тұрып жүруге рұқсат етеміз. Бір 3-4 күн бақылаймыз да үйіне жібереміз. Әрине ол егер ақылы медицина болатын болса, қазір енді бұл кісі квотамен жатты ғой, тегін. Тегін жатқандықтан ол жерде талабы бар. Ол кісі кем дегенде 4 күн осы ауруханада жату керек. Егер ол кісі 4 күн жатпайтын болса, бізге ФОМС мәмс жүйесі ақшамызды кесіп тастайды. Сондықтан біз ол кісіні 4 күн осы жерде ұстаймыз. Егер ол шетелден келген азамат болатын болса, бүгін операцияны жасаймыз, ертең шығарып жібереміз. Сосын ол кісі осы қалада бір 3-4 күн болады да, гостиницада болады ма, достардың үйінде болады ма, 4-3 күні бақылауда болады да, айтады, бәрі жақсы дейді да, үйіне кете береді. Ондай да практикамыз бар. Мыңжылқы сіз бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, бізде Қазақстанда мүгедектіктің негізгі себептерінің, басты себептерінің бірі осы инсульт деп, иә? Ол дүние жүзінде солай ғой. Егер өлім жітімнің бірінші себебі қан тамырлар жүйесінің ауруы болатын болса, ол жерде инфаркт, инсульт бәрі кіріп кетеді ғой. Ал міндетті түрде мүгедек жұмысынан айырылатын кісілер, олар негізінен сол инсульт көтерген кісілер болады. Өйткені инсульттан тірі қалған адам, ал Қазақстанда жылына шамамен 30 мың адам инсульттан тірі қалады. Ол тірі қалған адамдардың шамамен 3-тен 2-сі олар бір функциясынан айырылады. Қол аяқ істемей қалады, кейде төсек тартып қалады, сөйлемей қалуы мүмкін, тамақ ішпей қалуы мүмкін, жалпы әлеуметтік өмірге қайтпай қалуы да мүмкін. Сондықтан әрине жол апатынан болатын жарақат бар. Одан да жиі кездесетін нәрсе ол инсульт. Және инсульт қазіргі кезде жасарып бара жатыр. Қан қысымы көтерілетін кісілер көп. Сондықтан енді оны уақытылы ешкім емделе бермейді ғой. Бүгін бір кісі приемда болды, жас қыз екен. Жоқ, мен жұмыста болу керекпін. Қан қысымыңыз қатты көтеріледі ғой, неғып жатып емделіп алмайсыз десем, жоқ, мен жұмысқа бару керекпін, жұмыс бірінші кезекте деп. Сөйтіп кісілер ауруын асқындырып алады. Егерде сол инсульт алған сәттің алғашқы бір 4-5 сағатында бірден дұрыс медициналық көмекті беріп жіберген кезде толық емделуге мүмкіндік бар, иә? Инсульттың шамамен 5-тен 4-і 80% ғой, 80% ол ишемический инсульт дейді. Ишемиялық инсульт кезінде әрине ол жерде 6 сағат ережесі бар, золотой час деп айтады. Ол кезде науқас кісі алғашқы 4,5-6 сағаттың ішінде егер ауруханаға келетін болса, жалпы ең дұрысы 1 сағаттың ішінде егер қол аяғы қалпына келмесе, жарты сағаттың ішінде қалпына келмесе, жедел жәрдемге телефон шалса, неғұрлым ертерек келеді, соғұрлым науқастың қызметін толықтай қалпына келтіруге болады. Енді көп кісілер үйінде жатып қалады, бір рет қол аяқ істемей қалады, қайтадан істеп кетеді, оны транзиторлы ишемиялық атака дейді. Сондай нәрсе бірнеше рет қайталанғаннан кейін адам ойлап қалады, мен тағы да істемей қалды, бір 2-3 сағаттың ішінде қайтадан орнына келетін шығар деп. Ол үлкен қателік. Ондай транзиторлық атака болған кезде науқас кісі міндетті түрде ауруханаға хабарласу керек. Ол транзиторлық атаканың себебі анықталу керек. Сондықтан науқастар 2-3 күннен кейін келіп жатады. 2-3 күнде уже болатын нәрсе болып қойды, ми өлетін жері өлді. Оны хирургиялық жолмен де, дәрілік жолмен де тез қалпына келтіруге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан ол кісілер жылдап әрі қарай реабилитацияны алады. Массаж, емдік физкультура, соның бәрінен өту керек. Әрине, кейде хабарласып звондап жатады, 5 күн бұрын, 1 апта бұрын инсульт алып еді, соған көмектесіңізші деп. Әрине, ол жерде көп уақыт өтіп кеткен. Ашық миға да жасайсыз ғой, иә? Мен жұмыс істейтін негізгі 2 клиника осы Президент ауруханасы Астанада және Алматы қаласында, қазір енді Сабмин ауруханасы ұлттық
госпиталь болып ауыстырылды. Кезінде ол орталық клиникалық аурухана болды. Ол жерде 5-6 нейрохирург жұмыс істейді. Бұл ауруханада 8 нейрохирург тағы қосымша жұмыс істейді. Сондықтан мен тек қана тамырдың ішімен жасаймын операцияны. Егер қандай да бір себеп бойынша басты ашу керек болатын болса, оған арнайы дайындалған мамандар бар. Солар жасайды. Бұған дейін жасадыңыз ба, жалпы ашық миға жасамадыңыз ба? Жасадым. 2017 жылы мен сол ашық операцияларды тоқтата бастадым. Енді ең соңғы операцияны 2020 жылы коронавирустық инфекцияның локдаунның кезінде басқа дәрігерлер жұмысқа шықпаған кезде жасауға тура келді. Бірақ мүмкін болса мен ашық операцияға барғанды қаламаймын, өйткені ол жердегі мануалды әрекеттер оларына қолдың кішкентай қимыл қозғалыстарын шамалы бұзады. Сондықтан ондай грубый дейміз ғой. Турникеде тартылуға онша тартыла қоймаймын. Отжимание жасауға да, өйткені қол дірілдеп, кейін 1-2 миллиметрлік жаңағындай дүниені емдеген кезде кедергі жасауы мүмкін. Бұның бәрінің демек әсері бар, Әсері бар. Жаңа турник деп айтып қалдыңыз. Жалпы адамның денесін шыныққан адамдарда шымыр болады ғой. Сол секілді қазір жасамасаңыз да бұрын жасаған ашық мидағы операцияда мидың шыныққандығын көзбен көруге бола ма? Мысалы, көп оқитын адам деген айырмашылығы бар ма? Ол арийцтердің теориясын негіз болған нәрсе ғой. Арийцтердің миы шамалы басқаша болады, олардың бас қаңқасы басқаша болады деп. Негізінде әрине әйел адам мен еркек адамның миы ерекшелігі тек қана оның салмағында, бірақ оған негіз бар. Еркек адамның басы үлкен, салмағы да үлкен. Әйел адамның бойы кішірек, салмағы да кішірек. Сондықтан миы да сәл кішірек болады. Ол пропорционалды. Бірақ ашқан кезде ашық тұрған миды келіп егер хирург қарайтын болса, оның еркек па әйел ма ажырату мүмкін емес. Демек, тіпті оқымысты ма, түк оқымайтын адам ба? Белгісіз дейсіз ғой, Енді кішкентай баламен, жаңа туылған нәрестемен үлкен кісінің миының арасында айырмашылық бар. Өйткені нәресте әлі миы клеткаларға бай емес. Ол әрбір қимыл іс-әрекет жасаған сайын, оның баразда дейді, извилина дейді, сол нәрселер тереңдей түседі. Оны юбканың, плессированный юбка деген болады, сол сияқты тіке юбка болады, немесе қатпарланған юбка болады, сол сияқты мида да өзгерістер болады. Бірақ үлкен кісіде жобалап милары бірдей болады. Байқап отырсам, сіз дамуды ешқашанда қалыс қалдырған емессіз. Ресейде оқыдыңыз болашақ бойынша, Киров атындағы әскери медициналық академияда. Ағылшын тілін кейін келу өзіңіз жоғары деңгейге дейін оқып үйреніп алдыңыз. Әлемнің небір мықты мамандармен үнемі тәжірибедесіз, осындай бір үздіксіз даму деп айтайықшы, дәрігер үшін қаншалықты керек екеніне көзіңіз жетті? Менің ойымша, кітап оқу, адамдармен араласу, нетворкинг, ол тек қана дәрігерлерге ғана керек нәрсе деп ойламаймын. Өйткені қазіргі таңда егер жас кісі болашағын ойлайтын болса, ол міндетті түрде бірнеше нәрсеге көңіл аудару керек. Оның ішінде әрине нетворкинг, адамдармен танысып білісу, ол ең негізгі нәрселердің бірі деп атаса болады. Екінші нәрсе ол ағылшын тілі. Қазіргі таңда әрине тіл білген жақсы. Егер ағылшын тілін білсең, ол журналистердің арасында, IT мамандардың арасында жалақысы жоғарырақ позицияларға үміттенуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрине кітап оқыған алжығанды профилактикасы алдын алады. Кітап оқыған адам Альцгеймер ауруымен, деменция ауруымен ауруға өте кеш шалдығуы мүмкін. Ол қан қысымы көтерілгеннен кейін ғана шалдығуы мүмкін. Әрине оның бірнеше себебі бар, бірақ мына қартайған кезде кітап оқыған адамдар миы кешірек қартаяды. Егер жас маман, жас адам олай ұзақ өмір сүрмей, маған сәл өмір сүрсем жетеді дейтін болса, әрине
кітап оқымай қойса, дамымай қойса болады. Бірақ қазіргі таңда мамандықтардың бәрі бір-бірімен шатасып кетті ғой. Біз дәрігер ретінде компьютерлік технологияларды білу керекпіз. Дәрігер ретінде біз ағылшын тілін меңгеру керекпіз. Жоқ, мен тек қана дәрігермін, мен компьютер білмеймін, немесе мен дәрігермін, ағылшын тілі маған керек жоқ деген нәрсе болмайды. Сол сияқты инженерлер, мұғалімдер, озық технологияларды, пәндерді балдарға ұсыну үшін, мектеп программасын жетілдіру үшін олар міндетті түрде ағылшын тілін білу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар енді Астана қаласында жиі болады ғой. Абу-Даби салынған кезде де көп сын айтылды. Неге? Сондай құрылысқа біздің Қазақстанның құрылысшыларын тартпайды. Олар ағылшын тілін білмейді, біріншіден, екіншіден олар халықаралық стандарттарды білмейді. Және келетін прорабтары бар, олардың бәрі ағылшынша сөйлеу мүмкін, сондықтан олармен коммуникация жоқ. Егер сол құрылысшылардың барлығы ағылшын тілін білетін болса, әрине олар бірінші кезекте еліміздегі сондай үлкен жобаларға қатысуға мүмкіндігі болар еді. Біріншіден, екіншіден, әрине шетелге шығып, ол жерде де осындай құрылыс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндігі болады деп ойлаймын. Ол тек қана құрылысқа, медицинаға, мұғалімдерге қатысты нәрсе емес. Менің ойымша, енді қазір мектеп бағдарламасы бойынша осындай нәрселерге көбірек көңіл бөлу керек. Қазір енді жақсы үрдіс бар. Мектепте қаржылық сауаттылықты енгізіп жатыр. Әрине біз мектеп бітірген кезде кредит не екенін бір-екі термин ретінде білген шығармыз, бірақ ойын ретінде соны көрсетсе, арнайы бір сабақтарды енгізсе, бір адам банкир болып, екінші адам сол кредитті рәсімдейтін кісі болып ойнап, соны ойын ретінде келтіретін болса, немесе қазір енді көп кісілерде проблема ғой. Квотаны қалай рәсімдеу керек. Ауырып қалса, ешкім білмейді, не істеу керек. Соның бәрін арнайы бір сабақтар ретінде, егер оқу бағдарламасына енгізетін болса, енді өмірде ең қажет нәрселер сол мектеп қабырғасында берілу керек деп ойлаймын. Болашақ пен Ресейде оқыдыңыз ғой. Болашақ арқылы алған біліміңіз нағыз мынау қазіргі толысқан, кемелденген дәрігер мыңжылқының негізгі фундаментін қалауға көмектесті ме? Негізгі қандай білім ала алдыңыз ол жақтан? Бірінші кезекте мен адамдармен араласуды үйрендім деп айтсам болады. Өйткені ол жердің менталитеті шамалы басқаша. Санкт-Петербург ол өзі мұражайлардың қаласы. Ол көпірлердің қаласы. Және ол интеллигентті адамдардың қаласы. Егер кеңес өкіметінде нағыз интеллигенция бар қаланы айтатын болсақ, сол Санкт-Петербург деп айтатын едім. Енді кеңес өкіметі ыдырағаннан кейін әрине әр мемлекет өзінің алдына бөлек кетті ғой, бірақ сонда да егер Мәскеумен салыстыратын болса, Мәскеуде бизнестің кісілері көп. Олар ақшаның соңынан жүрген кісілер көп. Ал Санкт-Петербургте музейге барып, кітап оқып, театрға баратын кісілердің саны көп болғандықтан, ол жерде халықтың шамалы көзі ашықтау деп айтса болады. Сондықтан бірінші кезекте адами факторларын дамытуға мүмкіндік алдым. Екінші кезекте адамдармен танысып, жалпы басқа нейрохирургияны көруге мүмкіндік болды. Өзім оқыған Киров академиясы, әскери медициналық академия. Ол жерде 3 госпремияның, мемлекеттік премияның лауреаты жұмыс істеген. Олардың премиясы міндет осы қан тамырлары жүйесінің ауруларына арналған болатын. Мидағы қан айналысын зерттеп, соның барлығы менің ойымша үлкен әсерін тигізді. Бірақ ординатура кезінде мен негізден омыртқамен айналыстым. Грыжа дейді, стеноз дейді, омыртқан сынған кездерінде сол нәрселерге көп көңіл бөлінді, бірақ тамырларды қосымша оқып жүрдім, бірақ тамырлармен айналысуға уақыт болған жоқ. Оның барлығын бітіріп келгеннен кейін әрине ұлттық нейрохирургия орталығына жұмысқа орналасуға соның барлығы септігін тигізді. Өйткені мен қолымда
диплом әрине ол ерекше диплом болды. Содан кейін жұмысқа орналасқан кезде жаңағы академияның тамырымен айналысқандықтан Серік Қуандықович Ақшолақ жолының отделениесіне емес бөліміне, сол қан тамырлар функциональ бөліміне жұмысқа алған болатын. Әрине сол да бір себеп болды деп ойлаймын. Бұлай ота жасайтын дәрігерліктен бөлек ғылыми зерттеумен де айналысасыз, шатаспасам. Өйткені мастер-класстар өткізесіз, зерттеуіңіз бар дегендей. Кәдімгі практикалық ота жасайтын дәрігердің ғылыми зерттеу жасауы анағұрлым бір тереңірек секілді. Енді ол практикалық жағынан, тек қана ғылыми тұрғыда емес мысалға. Практикалық жағынан қолданылатын нәрсе ғой. Бірінші кезекте соған байланысты біздің күнделікті жасап жатқан нәрсеміз ол ғылым. Бұған қолы жете алмай жүрген кісілер бар. Бұл нәрсені енді енгізіп жатқан кісілер бар. Сонымен қатар объективті evidence-based medicine деген бар. Дәлелденген медицина. Соны егер мақала оқу арқылы дәлелдейтін болса, соған біз кішкентай өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз. Жылына 1000-нан астам операция жасаймыз. Сол операциялардың ішінде 200-ге тарта аневризма жасаймыз, 150-200-ге тарта қан тамыр тарылған операциялар жасаймыз, 100-ге тарта артерий-веналық мальформациялар жасаймыз. Соның барлығын шетелге шығып баяндама ретінде баяндаймыз бірінші кезекте, екінші кезекте сол жақтағы коллегаларымызбен бірлесіп статья жазамыз, мақала жазамыз. Оның 10-нан астам мақаласы дүниежүзілік Американың, Европаның баспаларынан жарыққа шықты. Егер Scopusқа кіріп индекс Хирші қарайтын болсаңыздар, қазір менде индекс Хирші 4. Ол енді жақсы индекс Хирші болып есептеледі. Әрине одан да жоғары көтеруге болады, бірақ қосымша мастер-класстар бар, шетелге шығып лекция оқитын бар, соның барлығы әжептәуір уақыт алады. Соған қарамастан жыл сайын кейде жылына 2 рет, 3 рет осындай мақалаларды баспадан шығарып отырмын. Әр мамандықтың өзінің бір миссиясы бар деп айтайықшы, ал азаматтың өзінің борышы бар елінің алдында. Мысалға, Алаш арыстары елінен, халқынан ешқандай ақы сұрамай, сол ұлттың дамуы үшін, халқы үшін қамын ойлап дегендей қызмет етті. Сіз өзіңіз дәрігер ретінде елімнің алдындағы бір борышым, осы науқастарға көмектессем деген миссияңызды қаншалықты орындап келе жатырмын деп айтасыз? Тек дәрігерлік мамандық тұрғысында қарайсыз ба? Әлде бір жан дүниеңізбен, шынымен болмысыңызбен дәрігер ретінде қабылдайсыз ба өзіңіздің қызметіңізді? Бірінші кезекте мен өзім патриот ретінде қарайтын шығармын, өйткені қазір біз сізбен қазақ тілінде сөйлесіп отырмыз ғой. Кеше хабар арнасына барып интервьюға қатыстым. Коллегаларыма қалжыңдап айтамын ғой, Астана қаласында қазақша сөйлейтін дәрігерлер 1-2, сондықтан әрбір интервьюға шақыратын болса, өз санаулы бір 4-5 адам бар, соны шақырады. Телевизордан күнделікті сол кісілерді ғана көресіздер деп. Оның барлығы сол қазақ тілін білгеннің арқасында, бірінші кезекте. Үйде біз қазақша сөйлесеміз, мен 2 ұлым қазір мектепте оқиды, олар қазақ классында оқиды. Әрине, екінші ұлыма сәл қиындау болды, ол 3 жасынан бастап тек қана орысша сөйлейтін болды. Біз қазақша сөйлесек те, ол ана YouTube, теледидар барлығы орысша болғандықтан орысшаға басып кетті. Сондықтан біз оны 1-ші классқа, 1-ші сыныпқа қазақ мектебіне бердік, қазір қазақша сөйлейді. Менің ойымша, қазақ тілін әрбір қазақ білген дұрыс. Сол тілдің арқасында біз ұлт ретінде таңғаламыз. Әрине, көп басқа да нәрселер бар, бірақ бірінші кезекте ол тіл деп ойлаймын. Өйткені мына Украина соғысынан басталғалы бері әрбір қазақстандық аз да болса сол қазақ тілін меңгеруге үлкен әрекет жасап жатыр. Күш жігердің барлығын сол тілді білейінші, оқиыншы деп әрекеттеніп жатыр. Өйткені бұрын ол тіл білдім, білмедім, маған бәрібір кесіп алсаң да деп солайынан қарым-қатынас болатын. Бірақ
бұл соғыс әрбір адамның көзін ашты деп ойлаймын. Өйткені қазақ тілін біз білу керекпіз. Орыс тілінде жетік меңгерген. Жаңа Санкт-Петербургта оқыған кезде орысша сөйлеп, орыс кісілер келсе, олармен де орысша сөйлесе аламын, бірақ міндетті түрде қазақ тілін бізде қандастарымыз көп қой. Қытай жақтан, Монғолиядан, Түркиядан келетін қандастарымыз бар. Олар келген кезде орысша түсінбейді. Сосын ренжіп келеді. Мен сөйлесем, маған орысша жауап беріп, мен орысша түсінбеймін деп. Сол кісілердің бәрі келеді, міндетті түрде жаңағы нейрохирургия бойынша емес, кейде іш құрылысы, аяғы ауырып келетін кісілер бар. Солармен сөйлесіп, жол сілтеп, көмектесуге әрекет жасаймын. Әрине, Қазақстандағы жас мен болам деген нейрохирургтардың қазір ментор деген түсінік бар ғой. Сол ментор ретінде үйретем, WhatsApp болсын, онлайн, офлайн болсын, соларға сабақ беремін. Сонымен қатар мен өзім түсінігім бойынша әрбір азамат мүмкіндігі болса өз мемлекетінде ем қабылдаған дұрыс. Бірінші кезекте біз өзіміздің азаматтарымызды осы Қазақстанда емдеуге әрекет жасадық. Сонымен қатар біз Қырғызстаннан 15-тен астам дәрігерді оқытып шығардық. Олар қазір Қырғызстанда осындай біз жасайтын операцияларды жетік меңгеріп жасап жатыр. Егер Қырғызстанға көршілес ауылдардан баратын науқастар болса, оларға айтады, сіздер бізге келіп ақша жаратып қойыңыздар. Қазақстанда біз оқып келдік, сол жаққа барып жасатыңыздар деп. Сонымен қатар қазір Өзбекстанда да біз дәрігерлерді оқытып жатырмыз. Ол жерде әрине ақылы медицина, науқастар өзінің қалтасынан шығарып операция жасатады. Соған қарамастан біз дәрігерлерді оқытып, ол науқастар Түркияға кетпесін, Индияға кетпесін, сол Өзбекстанның өзінде емделіп, сол жерден көмек алсын. Ол бірінші мақсат. Екінші мақсат, біздің азаматтар Өзбекстанға барған кезде, неғып сіздер Өзбекстанға келесіздер, Қазақстанда соның барлығы тегін жасалып жатыр ғой дейтіндей жағдай жасау. Әрине көп кісілер білмейді Қазақстанда соның барлығын жасалатын. Сандалып Кореяға да барады, Германияға да барады. Бірнеше науқастарды сол жақтағы біздің коллегаларымыз телефонымызды беріп, сіздер бұл жақта 100 мың, 200 мың доллар ақшаңызды қалдырмай қойыңыз. Қазақстанда соның барлығы тегін жасалып жатыр. Мықты мамандар бар деп қайтарып жатыр. Оның барлығы біздің сол шетелге шығып, презентация жасап, лекция оқып, өзіміздің тәжірибемізбен бөлісіп, бірінші кезекте, екінші кезекте жаңағы мақала шығарып, индексирша, скопус деп айтып жатырмын ғой. Соның барлығын көрсете білгендіктен бізді халық танып, біз жөнінде біліп, біздің қандай қабілеттілігіміз бар екенін, медицинамыздың қандай екенін біліп, осында қайтадан қайтарып жіберіп жатыр. Сіз айтып отырсыз ғой, енді Қазақстанда да жасайтын отаны бәленбай миллиондаған ақшаға шетелге жасатуға жүгіріп тұрады. Бұл халықтың өзіміздің медицинаға деген бір сенімсіздігінің орын алғандығынан да ғой енді. Бірақ оған мынандай бір фактор әсер ететін секілді. Жалпы медицинаға тек қана мемлекеттік грантпен оқыған дұрыс деп ойлайсыз ба? Сондай бір керемет қатаң тесттен ғана өтіп, өйткені ақылы қалтасында ақшасы бар адамда оқып дәрігер бола бере алады. Ал шын бір өте бір қиын сынақтан өткен адам ғана шын дәрігер бола алатын секілді, мысалы меніңше. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша, тек қана мемлекеттік грантпен оқу деген сәл қателік болуы мүмкін. Ақылды оқи беруге болады. Ақылды оқи беруге болады. Оған қатысты нәрсе болмауы мүмкін. Қазіргі таңда егер мемлекеттік поликлиникаға барып тексерілу керек болатын болса, егер мен жағдайым көтеріп, қалтам көтеретін болса, мен ақылды түрде өте салам. Сол сияқты қалтасы көтеретін, жағдай көтеретін адам, мемлекеттік грантқа барғысы келетін қарапайым жанұядан шыққан, қалтасы көтермейтін балаларға мүмкіндік беріп, егер қалтасы көтеріп жатса, өзінің баласын
ақылы түрде оқытса болады деп ойлаймын. Ондай жағдайда гранттар көбірек қалады ғой. Сол кезде талпынған жастар көбірек медицинаға келіп қосымша оқуы мүмкін. Оның тағы бір жақсы жері бар. Ақылы түрде оқыған маман ол профессорлық мұғалімдік составқа, құрамға қосымша бір премия беруге жағдай жасайды. Өйткені ол қосымша табыс көзі ғой. Менің ойымша тек қана мемлекет қаржыландыру керек деген ол сәл қате ұғым болуы мүмкін. Бұны менің айтып отыруымның себебі бар. Туған бауырымның досы грантқа оқуға түсе алмады кезінде. Сосын әке шешесінің ақшасы бар, медицинаға түсті. Жоқ, ол сәл енді арасын ажырата білу керек деп ойлаймын. Өйткені бірден жоқ, мен тек қана ақылды түсем деген жас мамандар болуы мүмкін. Жас түлектер. Ол оның барлығы бір жәшікке адамның қабілетін ескеру керек секілді. Бір жәшікке салып қоюға болмайды ғой. Өйткені енді ішетін сусындарды алатын болсаңыз, айран бар, қатық бар, сүт бар, қымыз бар, шуат бар, кока-кола бар, соның барлығы сусынға жатады. Енді оның ішінде пайдалырақ сусын бар, пайдасы сәл төмендеу сусын бар. Сол сияқты грантқа түспеймін, мен ақылы түрде оқимын деген мамандар болуы мүмкін, жас түлектер. Балы жетпей қалып, ақылы түрде оқитын мамандар бар. Соның барлығын ажырата білу керек деп ойлаймын. Жаңағы менің айтпағым былай еді, сол бала ақылы оқып жүрді, бірінші курста оқудан шығып кетті. Неге десе мынандай нәрсе айтады. Менен дәрігер шықпайды екен. Ертеңгі күні мен сізге басқаша айтайын. Біреудің обалына қалғанша басқа мамандықты оқи салайын деген. Грантқа түсіп алып, мен дәрігер боламайды екен, мен қаннан қорқамын, менде аллергия бар, мен бұлайнан ит болып қиналғым келмейтін деген кісілерде жақсы оқыса да. Жақсы оқыса да. Өйткені медицина ол тек қана оқу емес қой. Бұл жерде басқа да факторлар бар. Демек, рухтың мықтылығы да әсер ете ме? Ол да әсер етеді. Көп кісілер балдарын медицинаға бармастан бұрын келеді де айтады, менде өтінішім бар, мына жазғы демалыстың кезінде, каникулдың кезінде балам санитар болып, осы ауруханада жүре тұрса дейді. Өйткені ол медицинаны басқа жағынан көреді, шынайы жағынан көреді. Астына жіберіп қоятын ауыр халдегі науқастар бар. Ол нәрсені жеркенішпен қарайтын болса, ондай адам әрине дәрігер бола алады ма, бола алмайды ма? Ол жерде қанап жататын нәрселер болады, іріңдеп жататын нәрселер болады, қатты қиналатын кісілер болады. Соның барлығын егер жүрегінен өткізіп қатты уайымдайтын кісілер болатын болса, ол да көп жағдайда жақсы емес. Өйткені өте қатты сезімтал кісі болатын болса, ол сол нәрсені көріп ауырып қалуы мүмкін. Медицинаға келетін кісілер әрине олар ерекшеленеді, бірақ енді уақыт келе сондай қиналған нәрсені көп көрген сайын қаттырақ бола бастайды адам. Онсыз да болмайды. Көп нәрсені егер жүрегіңнен өткізе беретін болсаң, өзіңнен де түк қалмайды. Эмоциональный выгорание дейді, депрессия дейді, соның барлығы орын алуы мүмкін. Демек, эмоциялық тұрғыда немесе психологиялық тұрғыда тұрақтылыққа да үйретеді ғой медицина деген, е? Енді бағана айттыңыз, осы жерде бізде 8 нейрохирург бар дедіңіз, е? Алматыдағы Савменде 6 нейрохирург бар дедіңіз. Сіз директордың орынбасарысыз. Жалпы нейрохирургтардың Қазақстандағы жалақысы қандай? Орта есеппен айтқан кезде министр ханым көп интервьюінде айтады ғой, біздің дәрігерлер 550 мың теңге айлық алады деп. Егер адам қатты қиналып 1,5 ставкаға, 2 ставкаға жұмыс істейтін болса, сол 550 мың теңгені қолына емес, 550 мың теңге ол салыққа дейін ғой. Біз пенсияны төлейміз, сосын жалақыға салынатын салық бар. Қолға алатын емес дейсіз. 20%-ін кесіп тастауға болады. 550-дің 20%-ін алып тастасаңыз, 110 мыңдан түсесің, 440 мың. 350-400 мың шамасында
оның үстіне ол тәжірибелі дәрігер болатын болса. Енді орналасқан дәрігердің жалақысы 150-200 мыңнан аспайды. Былай қарап тұрсаң, өте аз ақша. Егер пәтер жалдап тұратын көп дәрігер емес, болса. әрине, көп емес. Сіздің әлеуметтік желіде өте белсенді екеніңізді білеміз. Хабар арнасында қаншама жақсы бір бағдарламалар жүргіздіңіз дегендей. Сондықтан былай назы бар адамдар, немесе басына іс түскен адамдар, мыңжылқы балам, бауырым, көмектесіп жіберші деп әртүрлі бір өтінішпен сізге хабарласып жатады. Сондай жағдайда жұмысыңызды, немесе бір жоспарланған отаңыздың бәрін өткізіп болып, уақытыңыз болса, сол кісілерге де көңіл бөліп, қарауға, ота жасауға тәуекел етесіз бе? Әрине, ол кісілерге кеңес беруге әр уақытта дайынмын, бірақ бізде қазір жалпы мемлекет деңгейінде егер қарайтын болсақ, адамдардың тәрбиесі, жалпы тәртіп деген нәрсе бар ғой, тәрбие, тәртіп, соның барлығы өте құлдырап кетті. Сағат 5-тен кейін, 6-дан кейін сіз банкқа барып, маған қызмет көрсет деп айта алмайсыз. Басқа кісілер болатын болса, оларды 5-тен кейін, 6-тан кейін мазалау мүмкін емес. Кейбір кісілерге телефон шалсаңыз, олар телефон көтермейді. Ал дәрігер адам болатын болса, ол түнгі сағат 12-нің кезінде адамға жауап беру керек сияқты. Кейбір кісілер болады, 10 жыл бұрын инсульт алған кісінің жағдайы бойынша жұма күні кешкі сағат 9-дан 12-ге дейін хабарласатын адамдар бар. Енді сұраса келеді, науқасқа не болды, инсульт көтерді, жарайды, көмектесе қойын. Қашан көтерді? 10 жыл бұрын көтерді. Неге сіз қазір хабарласып тұрсыз десең, мен сіздің телефоныңызды жаңа ғана тапқан едім, сондан кейін бірден хабарласып жатырмын дейді. Енді ол шамалы тәрбиенің өте құлдырап кеткені деп ойлаймын, өйткені ол кісі қазір хал үстінде жатқан жоқ. Ол кісіге міндетті түрде түнде, жұма күні көмек көрсету міндетті емес. Ол адамдар дүйсенбі күннен жұмаға дейін жұмыс уақытында хабарласса болады. Хабарласқан кісіге әрине, қазір интервьюда отырмыз ғой, мен телефонымды шетке алып қойдым. Егер қолымда телефон болатын болса, бос уақытымда сондай кісілерге жауап беруге тырысамын. Сол тұрғыдан әрине, тәрбиенің құлдырағаны ол тек қана медицинада емес. Әрине, қазір дәрігерлерді ұрып жатыр, соғып жатыр, соның барлығы сол тәрбиенің құлдырап кеткені деп ойлаймын. Мәдениетсіздік деп ойлаймын. Оны әрбір өмірдің сферасынан көруге болады. Ол мектептегі оқушылардың мұғалімдерге секіріп жатқаны, дөрекі сөйлейтіні, базарда адамдардың төбелесіп қалып жатқаны, сосын қаңтар оқиғасы кезінде дүкендерге барып соны тонағаны, оның барлығы тәрбиенің саяздығы, жоқтығы деп айтса болады. Және ол процесс әрі қарай күшейе түседі. Егер енді бәрін тіреп әкеліп мемлекетке жүктей саламыз ғой. Бұндай жалпылама мемлекет аумағында болып жатқан нәрсе болғандықтан, менің ойымша мемлекет бір менеджерлік компания ретінде, мемлекет соның бәрін басқарады ғой. Жастармен жұмысты басқарады. Жас отан бар бізде. Соның барлығын басқаратын инструмент ол мемлекет. Менің ойымша, егер мемлекет уақытында сол нәрселерге егер әлде мен ойлаймын кеш емес, егер соған көңіл бөлмейтін болса, бір 20-30 жыл өтіп кеткеннен кейін біз өте сондай мәдениетсіз мемлекетке айналып кетуіміз мүмкін деп ойлаймын. Өйткені тауға шыққан кезде де қоқыс тастап кете салады. Ол да бір мәдениеттіліктің көрінісі деп айтса болады. Далада келе жатқан кезде лақтыра салады қоқысты. Жалпы қаланың қоқыстануы менің ойымша сол кішкентай да болса мәдениеттің көрсеткіші ретінде қабылдауға болады. Өйткені Жапонияға барсаңыз, ол жерде қоқыс тастайтын жәшік те жоқ. Көп мысал ретінде келтіріп жатады ғой.
әрбір үйінен шыққан адам қоқысын өзімен бірге алып жүреді. Ол далаға лақтырмайды, өйткені оның тәрбиесі сондай. Біздегі тәрбие қоқыс жәшігі тұрса да соның жанына тастап кете салады. Менің ойымша сол бір үлкен енді жанамалы көрсеткіш болса да, косвенный признак дейміз ғой, үлкен көрсеткіш адамның өзінің қоршаған айналасына қарым-қатынас. Оны мемлекетке жаба бермей, жүйеге жаба бермей, әр адам өзінен бастау керек секілді ғой. Өзінен баста деп айтамыз, бірақ енді қазіргі таңда мемлекет көп нәрседен өзін алшақ ұстайды. Мұнайдың бағасын, бензиннің бағасын, доллардың бағасын мемлекет қазір қадағаламайды. Сонымен қатар, егер ол дүкендегі азық-түліктің бағасын қадағаламаса, ол егер ортаңғы бағалардың қадағаламаса, астықтың шығуын қадағаламаса, Сырдариядан ағып отқан суды қадағаламаса, жастардың тәрбиесін қадағаламаса, онда мемлекет жалпы бізге тек қана салық алып отыру үшін керек емес қой. Ол да бір белгілі бір идеологиялық тұрғыда функция болу керек қой. Идеологияны қалыптастыру керек деп ойлаймын. Қазір енді ұлттық академияны жаңартып жатыр. Сол сияқты мұғалімдер тәрбиелеген кезде де мемлекет жалпы осы Қазақстан қай бағытта жүріп бара жатқанын анықтап, соны шегелеу керек деп ойлаймын. Өйткені оны егер мемлекет қолын алмайтын болса, онда қазір сіз орамал тағып алыпсыз, тиіп кетпесін, неше түрлі діни ағымдар бар. Сол діни ағымдардың ішінде енді барлығы бисмиллахи-рахмани-рахимнан бастайды ғой. Бірақ түптеп келген кезде оның ішінде жасырын жаңағы радикалды ағымдар бар. Сол радикалды ағымдар келеді, жаңағы тәрбиесіз бетімен кеткен жастарды біртіндеп өздеріне қаратып, одан кейін оның қай жері егел болып кеткенін, қай жері тағы да бір көтеріліс шығаратын кісілер мемлекеттік құрылысты өзгертіп, Ауғанстандағыдай, енді өз жерде 50 жыл бұрын қарайтын болсаңыздар, әйел кісілер юбка киіп жүрген. Қазір барлығы никап кию керек. Егер бетін ашатын болса, оны түрмеге отырғызады, немесе өлтіріп қояды. Сол сияқты біздің мемлекетімізде бір мезетте, егер сондай жастар көбейетін болса, олардың массалық салмағы көбейеді ғой. Бір мезетте алады, мемлекеттік құрылысты өзгертіп жіберуі мүмкін. Бұл адамның білімсіздігінен де ғой, енді ізденбейді, оқымайды, ненің қайдан. Біреу бір нәрсе айтса да соған еріп жүре береді дегендей. Өзі де адам кішкене іздену керек қой. Енді мен сәл қателесуім мүмкін, бірақ Құранды араб тілінде оқыған жоқпын, шындығын айтайын, бірақ хадистерді оқыған кезде, егер адам кісі 5 уақыт намаз оқымай қойсын, бірақ бүкіл өмірін ақиқатты білу үшін, мына Алланың жаратқан табиғатын білу үшін өзінің күш-жігерін жұмсайтын болса, егер ол басқа кісілерді үйрететін болса, ғылымға өзінің өмірін арнайтын болса, ол адамның пайдасы мына намаз оқыған кісінің пайдасынан артығырақ болуы мүмкін деген нәрсені мен көзіммен көрдім. Әрине мен қате жан-жағына пайдалы болу деген айтып отырсыз ғой, дұрыс. Ол адам басқа адамға егер қиянат жасамайтын болса, кеңес одағының кезінде бір қағидалар болды ғой, не убей, не укради, оның барлығы Библияда да, Құранда да жазылған. Сол сияқты нәрселерді егер адам насихаттайтын болса, егер ол слепо дейміз ғой, көзін жұмып қойып, егер осылай болу керек деп тек бір жақты болмайтын болса, егер жан жақты қарайтын болса бұл дүниеге, әрине намаз оққанда жақсы, бірақ енді күнделікті өмір бар. Ол өмірде біз ата-аналарымызға көмектесу керекпіз. Біз өзіміздің жерлестерімізге көмектесу керекпіз, халыққа көмектесу керекпіз. Ешкімге тиіп кетпейін деп айтып отқан нәрсем ғой. Оқысаң өзің үшін оқисың, біреу үшін емес деген секілді ғой. Сондықтан нені жақсы әрине адамдардың көзі ашық болу керек деп ойлаймын. Неғұрлым қазақстандықтардың, қазақ халқының көзі ашық болады, соғұрлым біз жалпы ұлт ретінде, мемлекет ретінде
қалыптасамыз және өзіміздің орнымызды дүние жүзінде шегелейміз. Надандықтан құтылсақ. Біз бұрынғы біздің абайлар, алашордашылар барлығының күрескен дүниесі осы надандық қой, іздену, көзіміз ашық болу, оқу деген. Соңғы сұрақ болсын, сізді не қанаттандырады? Неден қуат аласыз? Күнделікті жасаған жұмысынан қуат аламын. Бірінші кезекте сәтті шыққан әр жасаған жұмысымды, әр жасаған операциямды жасап жатқан кезде осы операцияны мен мақалаға салам, статьяның ішіне кіреді, ол дүниежүзілік деңгейде жасалу керек деп қараймын. Ол жасалып жатқан операцияны мен әрбір кезде өзімнің коллегаларыммен бөлісе аламын, шетелдегі дәрігерлерге көрсете аламын. Сондықтан оның сапасы жоғары деңгейде жасалып жатыр деген нәрсе маған стимул береді. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, әрине менің бала шағам, жанұям, егер мен жұмысымды сапалы жасайтын болсам, жақсы жасайтын болсам, мен сұранысқа ие боламын. Сұранысқа ие болғандықтан мен өзіме қажетті нәрселерді алуға, дүкенге баратын болсам, егер жақсы үйде тұрғым келетін болса, жақсы көлік айдағым келетін болса, соның барлығына қол жеткізе аламын. Ол да бір үлкен мотивация деп ойлаймын. Сонымен қатар әрине біздің Қазақстанның дүние жүзінде танылғанын қалаймын. Бұрын конференцияға барған кезде әрине мен Қазақстаннан десе, стан ол сол Ауғанстан сол жақта шығар деп қалжыңдайтын. Енді не болса да тиеді ғой. Қазіргі таңда егер мен Қазақстаннан десе, сен сол дәрігерді танисың ба деп мені сұрайды. Егер мен жас коллегаларым конференцияға барып сөйлесіп, біз Қазақстаннан келдік десе, Мыңжылқын танисың ба дейді. Менің ойымша ол үлкен жетістік деп. Әрине. Енді Димаш таниды ғой бәрі. Димаш танисың ба деп. Өнер жағынан ғана емес, медицина жағынан, нақты ғылым жағынан, бұны дұрыс айтып өттіңіз, өйткені негізгі елді танытатын ғылым ғой. Сонымен қатар әрине жас жеткіншектер, енді бітіріп жатқан дәрігерлер кейде менен сұрайды. Егер біз шетелге барып оқысақ, егер біз сол жерде қалып қоятын болсақ, сіз соған қалай қарайсыз дейді. Көп кісілер жүрегінде шамалы күмән болады ғой. Мен елімді сатып бара жатырмын, сол жақта жұмыс істеймін деп. Мен айтамын, мүмкін болса, сол жерде қалыңдар, жұмыс істеңдер. Бірақ қазақ екендеріңді ұмытпаңдар. Егер өздерің сияқты жас мамандар хабарласып, біз келіп сізден оқиық, үйренейік дейтін болса, сол жақтан жүріп үйретесіңдер, қайтадан үйге қайтарасыңдар. Келіп осы жақта үйретесіңдер, екі арадағы қарым-қатынасты қалыптастырасыңдар. Ол үлкен мемлекетке деген көмектерің болады. Сондықтан егер қалуға мүмкіндік болса, қалыңдар деп айтайын. Мысалы, сіз өзіңізге де ондай ұсыныс түскен шығар? Шетелге келіп бізде жұмыс істе дегендей. Түседі ғой, бірақ менің алдыма қойған мақсаттарым шамалы өзгеше. Бірақ ең мықты жері шетелге барасың. Мен осы жерге келдім десең, әрбір қазақтың баласы хабарласа қойды, сол жерде кездесесің. Қандай да бір көмек керек болатын болса, хабарласып жатады. Ол кісілерге егер Қазақстанда көмек керек болатын болса, ол әрбір мезетте хабарласа береді. Міндетті түрде олар Қазақстаннан шыққан қазақтар емес. Олар Монғолиядан, Қытайдан, Түркиядан, Ауғанстаннан шыққан қазақтар бар. Немесе Германияда тұрып, сол жерде дүниеге келген қазақтар бар. Солардың барлығымен қарым-қатынасты қалыптастырып, енді түбінде өзіңнің өмір сүріп жатқан ортаңды әрі қарай дамыту ғой, негізгі мақсат. Сізге көп-көп рахмет, Мыңжылқы. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз дейміз енді. Рахмет. Осы еңбегіңіздің жемісін көріп, қазақ үшін еңбек ете беруде сізге Алла күш-қуат берсін. Күш-қуатыңызды қазақтың, жаңа өзіңіз айтқандай, медицинасының, елінің дамуына жұмсай беріңіз. Рахмет. Аман болыңыз. Мыңжылқы Сайлауұлымен сұхбатымызды көріп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Аман болыңыздар.